іс-әрекеті күндегіден де ерекше болмақ. Бүгін біз зертханада жұмыс жасаймыз. Балалар, алдарында не көріп тұрсыңдар? Тағы түрлі түсті құмға арналған пішіндер көріп тұрық, иә? Балалар, алдарында неше түрлі құм бар? Қане, қолымызбен ұстап қарайықшы. Құрғақ құм, және қандай? Ылғалды құм бар екен, иә? Ендеше балалар, алдымыздағы түрлі пішіндермен ылғалды құмды бастырып көрейік. Топырақтарды таразыға салып, өлшеп көрейік, иә? Құрғақ құмның салмағы өте аз көрсетіп тұр. Келесі, ылғалды құмның салмағын қарайық. Ылғалды құм бізде ауыр салмақ тартып тұр, иә? Неге? Себебі бұл ылғалды құмның бойында не бар, балалар? Су бар, иә? Су болып ылғал болғаннан кейін ол құм салмақ тартады екен. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біздің алдымызда не бар? Су. Иә, балалар? Су тіршілік көзі. Біз сусыз өмір сүре алмаймыз, иә? Су бізге өте қажет. Балалар, ендеше мен сендерге суға тәжірибе жасап көрсетемін. Мынау менде ыдысымның ішінде су бар, иә? Бетін матамен жаптым, ішінен су ақпайды. Көрінді ме? Неге ақпайды? Себебі су мен жұмсақ материалымыздың арасында не бар? Ауа бар екен, иә? Ауа бізге не істейді? Матамызға су жібермейді екен. Көрдіңдер ме? Қандай күшті. Ендеше балалар, алдымыздағы суға қолдарыңа берген түтікшелермен үпіріп көрейік. Ол бізге берілген судың қасиеттері. Біз суда бу күйінде, сұйық күйінде және қатқан күйінде болады екен. Су түссіз, дәмсіз болады, иә? Судың түсі мөлдір болады екен. Су балап ысыра қайнаған уақытта не болады? Бу болып ұшады екен, иә? Ал сұйық күйінде мөлдір болады. Ал біз салқынға не істейді? Су не істейді? Қатты болып, қатып қалады екен, иә? Бар, түсіндіңдер ма? Су бізде 3 түрлі қасиетте кездеседі екен. Біз тыныс алу жаттығуын жасап жіберейік. Күшті ме? Иә, балалар. Енді кезекпен кезек барлығымыз бір-бірден жасап шығайық. Сендерге ұнады ма? Иә! Қайсы ұнады сендерге? Қай зертханада жұмыс ұнады? Ауа. Сосын? Су ұнады. Асын, саған қайсы ұнады? Құммен жұмыс жасау ұнады ма саған? Иә. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біз
Судың қандай қасиеттерімен таныстық? Сұйық, мұз күйінде және бу күйінде таныстық, иә? Судың 3 түрлі қасиеті болады екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біздің зертханадағы жұмысымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сау болыңыз.